Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасанды мұхит. Мақсаты жасанды мұхит туралы мәтін оқу, сандарды оқып, жазып, айтып үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «Искусственный океан». Сегодня узнаем и прочитаем про искусственный океан, научимся правильно читать, писать и произносить числительные. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: тұз, соль, су перісі, русалка, балдыр, водоросли, мұхит, океан, жасанды, искусственный, қоңыр еті, коричневый. Балалар, жаңа сөздерді тағы бір рет оқимыз, сөздікке жазамыз және сурет арқылы қайталаймыз. Тұз, су перісі, балдыр, мұхит. Жарайсыңдар, балалар. Ребята, еще раз прочитайте новые слова, запишите их в словарь, затем выучите их. Енді келесі есте сақта, яғни грамматика. Біз сіздермен бүгін сан есіммен танысып бастаймыз. Қазақ тілінде бірнеше сан есімдер бар, бүгін біз сіздермен екеуімен танысамыз. Ребята, в казахском языке есть несколько видов числительных. Мы сегодня с вами познакомимся с двумя из них. Біріншісі есептік сан есім, яғни количественный, числительный, отвечает на вопросы қанша, неше. Мысалға 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Ребята, обратите внимание, количественные и числительные состоят из корня, не имея никаких суффиксов. Келесі екінші жинақтық сан есім. Собирательный и числительный отвечает на вопрос нищу. В казахском языке существует 7 собирательных числительных, которые образуются с помощью суффиксов ау, ю, но отбрасывается последний гласный. Мысалы, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. То есть к остальным цифрам мы не можем добавить суффиксы ау, ю. Түсінікті ме, балалар? Жақсы, ендеше үшінші тапсырманы орындайық. Үлгі бойынша сөз тіркесін құраймыз. Мы сейчас устно сделаем третье задание, где нужно по образцу составить словосочетание, отвечая на вопрос «нище». Нище балық? Бір балық, я? Нище су перісі? Нище дельфин? Және нище балдыр бар? Енді келесі нешеу сұрағына жауап береміз. Қайық нешеу? Қайық біреу. Құм нешеу? Жылан нешеу? Тасбақа нешеу? Ребята, самостоятельно попробуйте сделать это задание. Енді келесі екінші тапсырма. Во втором задании вам нужно прочитать предложение, записать его в тетради, затем к подчеркнутым словам правильно подобрать вопрос «нище» либо «нищу». Ребята, задания письменные. Енді келесі мына суретке мұқият қараймыз. Балалар, бұл океанариум, яғни жасанды мұхит. Біз сіздермен қазір жасанды мұхит туралы мәтін оқимыз. Мұқият тыңдаймыз. Океанариум Қазақстанда алғаш ашылған жасанды мұхит. Ол 2003 жылы ашылды. Бұл жер табиғи мұхиттан шамамен 3000 километрге алыс орналасқан. Ол жазық даланың қақ ортасында тұр. Сол себепті оны рекордтар кітабына енгізген. Оған 1200 тоннадай мұхиттың табиғи құмы қолданылған. Океанариумға 3 миллион литрдей су құйылған. Шамамен 2000 теңіз жануары әкелінген. Ғажап көрініс. Су астынан түрлі балықтар мен өсімдіктер көруге болады. Жасыл, қоңыр балдырлар су астында әсем жайқалады. Ең маңыздысы, мұнда дауыл ешқашан болмайды, жаңбыр жаумайды. Мұхит үнемі тып-тынық болады. Балалар, мәтінді тағы бір рет оқимыз, аудармасымен танысамыз, және келесі
Төртінші тапсырма мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ребята, дальше давайте попробуем устно ответить на вопросы по тексту. Океанариум дегеніміз не? Что такое океанариум? Қазақстанда океанариум қашан және қай қалада ашылды? В каком году и в каком городе был открыт океанариум в Казахстане? Бұл океанариум не себепті рекордтар кітабына жазылды? Почему этот океанариум попал в книгу рекордов? Думан океанариумна қанша тонна мұхит құмы әкелінген? Сколько тонн песка в океанариуме Думан? Бұл жасанды океанариумға қанша литр су керек болды? Сколько литров воды понадобилось этому океанариуму? Океанариумда шамамен неше теңіз жануары бар? Сколько примерно морских животных имеется в океанариуме? Жақсы балалар, сұрақтарға ауызша жауап береміз. Енді келесі үй жұмысы. Мәтінде қарамен жазылған сан есімдерді сөзбен жазамыз. Вам нужно написать числительные в тексте прописью. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.